Гаджеттен детокс. Бала өзінің ұялы телефонын жақсы көреді. Жақсы көреді дегеннің тым кем сөзі. Оның телефонына қарай ақырындап ғұмырлық дамытты. Тәуелдік пайда болды. Баланың ата-анасы не істерін білмей қалды. Бала оқудан артына қалып, ешқандай басқа амалды жасқысы келмеді. Ата-анасы бір ақылды қарт адамынан ақыл сұрады. Баласын алдымен ауылға жаз кезеңде жіберіңдер, 2-3 айдан кейін қайтып келгендерінде баласын танымайсыңдар, деп айтты. Отағасы ақсақалдың ақылына келісіп, баласынан жоспарды жасырайықшы деп әйеліне айтты. Алайда баламды далаға қалай сөйлеуге болады деп ойлады ол. Бала әрқашан компьютер ойнап жүр. Менің жоспарымды ойлап табу керек деп отағасы баласының анасына айтты. Баласына әзірше ол бармақ туралы айтпай, серуеніне шақырды. Әкесінің жоспарына қарамастан, бала серуеннен бас тартты. Ашуланып, әкесі оның қолын қысып, оны сыртқа тартты. Онда анасы жүргізуші орнында отырып, көлігіне күтті. Олар екеуі бірге баласын көлігінің ішіне сүйреп тартып, жолға шығып, ауылға қарай барды. Ақырында бала амал жоқ деп ата-анасына бағынды. Ауылға келгеннен соң оларды ақсақал қарсы алды. Ол балаға шаруашылығын көрсетті. Алдымен үй жануарларға қамқор боласын. Малдарға қамқор болу үшін ерінбеу керек. Әйтпесе өмір сені жазалайды, деп ескертіп айтты. Бала ойлана бастады. Өмір жазалайды деген не білдіреді? Дегенмен ол еш нәрсе дәл сол сәтте айтпады. Ол нені білдіретінін әжесінен сұраймын деп ойлады. Бір күні әжесі оған ашаршылық кезең туралы әңгімесін айтты. Бала бәрін түсінді. Бала жаз бойы ауыл шаруасымен айналысып, қорытындысында гаджеттерден тәуелдігін жеңді. Ол сиыр суында, ат суруын, шөп шабуын тағы басқа дағдыларды жатап үйренді. Қалаға келгенде телефонды қолына алмаймын деп ата анасына уәде берді.